жалдайды, арабтар жалдайды да. Арабтар бәлемайдың әскермен келіп тұрған соң қатынсыз келді ғой бұлар. Содан кейін қатынға қыздарын береді бұлар. Содан туған туғандар. Сөйтіп шауып жүрген кезде Қыпшақтың баласын кімді алып кетеді мына? 7 жасар бала, 6 жасар баланы атқан көріп, аны өлтірмей алып кетеді. Ане қапарамызда әскер жасаймыз деп. Құл болып қалған бара сұлтан болады. Көрдің ба? Ала Кулагу немересі, Шыңғысханның немересі шапқан кезде тұмсығын қайырған Сұлтан Бейбарыс. Шыңғысханның әскерін тұмсығын қайырған. Өзінің тактикасымен өзін сігетін ақ. Бірінші арабтардың ішіндегі сатқындарды тазалап алады. Киносы бар ғой. Анау қашатын мынау солардың бәрін көтін сігеді, бәрін біріктіреді да. Кулагу қарсы шығады, көтін сігіп алады. Бір, екіншіде крестоносцтар келді мынаяқтан Чечен сізген. Рим империясына. Оларға апарып теңізге батырады Чечен. Міне Сұлтан Бейбарыс. Арабтарға істеген жақсылығы. Қымыз ішкізеді, наурыз көже ішкізеді. Енді аңыз бойынша ана жусанды